Бүгін нешесі 17 қараша 2025 жыл Түркістан облысының Сауран осы Отырар ауданының көлемінде мына шаруалар келіп жатыр. 50 шақты шаруа зардап шеккен. Жылда ұрлық болатыны. Кеше неше түйе ұрланды? 5 түйе сойылып жатқан кезінде ұсталды ғой. Ұсталды. 5 түйе сойылып жатқан кезде ұсталды. Прям үстінен түсті. Мына жерде видеолар да бар. Видеосын бәрін көрсетсек те болады. Ол қай ауылда ұсталды? 5 түйені сойып жатқан кезде? Майтоғайда жаңа ұрының өзі күдікті дей ма, ол дей ма, соның несінде, қорасында ұсталды ғой. Қорасында ұсталды. Енді бұл жерде жаңағы кеше тағы да звондап отыр, 150 қойымды сол кісілердің айдап кеткен, бірақ дәлелдей алмаймыз дейді. Полицияның да жұмыс істеп жатқан бүгінгі күні. Енді қаншалықты екенін жұрттар шағымданып айтып отыр. Енді мына жерде ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын президент өкімет қолдап, субсидия беріп, жеңілдіктер беріп жатса, мына жерде ұрланған адамды бір таңырқайтынымыз домашний арестке беріп жіберген. Өйткені домашний арестке беріп жіберген себебі бұл жерде ұрланған малдың қаржысымен жаңа адвокат жалдай ма, жоқ күлшені баланың күлшесін бере ма, білмедік оны. Бірақ егер бұлар абақтыға қамалса, бұл жерде көп нәрсенің ұшы шыққан болар еді. Бірін-бірінің сөзімен, бірін-бірінің тергеу амалдарымен жұмыс болған болар еді. Ал үй қамаққа беріп жіберді. Өйткені сол бізде берсең аласың, ексең орасың дейді. Біреудің малын ұрлап ұсталғанмен, екінші біреудің малын ұрлап, содан құлып кетуі де мүмкін да. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз, дұрыс. Сондықтан кеше мына жерде жаңа қариямыз звондап отыр, жаңағы нағашымыз аты кім еді? Әбекен. 150 қойымды 5 түйемді ұрлап кетті дейді. Солар ұрлап кетті дейді. Солар ұрлап кетті, бірақ бұларды қорғайтын құзырлы органдар табылып тұрады дейді. Енді мына жерге келіп отыр кеше. Енді соттың, прокуратура, полиция қамауға апарған. Жаңа неше адам ол ұсталғандар? 2 адам. Негізімен біз ойлаймыз, 2 адам емес. Оны 5 түйені сою үшін бір 7-8 адам керек қой деп ойлаймын да. Жоқ, 7-8 адам екенін дұры баста әңгімеде шықты ғой, 7-8 адам екенде. Бірақ енді бұл жаңағы соттың жеңілдетіп бұларға көп нәрсені нағымай айтқанына қарағанда бұл 2 адамға. Бізде қылмысты жапса болды ғой, арман қарап қылмыскерді полный жабу міндет емес сияқты болып қалды да бізге. Сондай болып тұр. Қылмысты жапса, бір адаммен жапса да, арман қарап олар ертең оны жағдайын жасайды, семьясын асырайды дегендей. Сен кетсең де мен мына жақта жұмыс істеймін деген сияқты бір өздерінің арасында бір келісім бар сияқты да. Бұл жалғасып келе жатыр, қашан тоқтайды? Сот кеше міне прокуратура мен полиция апарат, сөйтсе домашний арест беріп жібереді. Бұл мал ұрлығы, бұл оның ешқандай жеңілдететін нәрсесін ешкім айтып отқан жоқ. Мал ұрлап азаннан кешке дейін ұйықтамай жаңағы атып алып жүрген адамдарда бір жеңілдететін бір нәрсе бар деп ойламаймын мен. Сондықтан енді мына соттың да бұл іс-әрекеттерін мына жоғарғы соттың төрағасы, президент аппараты қарамаса, енді өте қиын болып жатыр. Маңдай терімен жиған шаруалар бүгінгі күні өткенде осы 50 шақты адам атқамініп прокуратураға барамыз дегенбіз, дұрыс па? Иә, дұрыс айтасыз. Атқамініп прокуратураның алдына барамыз прямо дегенбіз. Сөйтсек прокуратура кеше процесс жазған, оны областной сот, жаңа операционный сот тағы да қараған жоқ та. Бізде президент жолдайды, президенттің жолдауына облыста қолдау көрсетпей отқан анық бір осы көрсетілімі болу керек. Ал оны қадағалайтын енді облыс әкімі бар, басқа бар, білмейміз енді. Шаруаларды бүгінгі күні кәдімгідей құдай қинап қойды. Жем шөп, бір қымбат, құрғақшылық бір болып жатыр, ұры қар бір келіп жатыр. Ауыл малдың жаңағы дәрі-дәрмегі бар. Енді айта кетуіміз керек. Мына жерде прокуратура, полиция жұмыс істеп жатса, мына қоғамдық ұйым, Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі мен Ерғожаның Алғожа маған келмеген болар еді шаруалар. Миллиардтар бөлініп жатыр құзырлы органдарға ше, осы жұмыс істесін деп. Бірақ күлшені баланың күлшесіне қызығама, шаруалардың жанайқайын, басқасын қарап, ол заң аясында емес, бір сол заңды өзінің мүлдесіне пайдаланатын сияқты көрінді маған. Сіздерге де қандай? Дұрыс айтасыз, солай болып тұр енді. Енді мына енді кеше ұрыларды ұстағанда сол шаруалардың өзі полиция қызметкерлері ұстаған жоқ. Біздің шаруалар ұстады. Шаруалар ұстап жәндегі өткізіп отыр ғой неге? Полицияға. Енді мен полиция жұмыс істесе, соны осы уақытқа дейін ұстар еді деймін.
осы немқұрайлы қарайды ғой. кезінде Нұртас ауылында именно осы Сауран ауданы енді құрылып жатқан кезде Қайрат Дәлібеков сол кісіні сол жерге апарып, сол кісі бүкіл тоғайдың арасына скрытый камералар құрған. 2 аптада бір заряд алып ауыстырып тұратын. Сөйтіп ұрлықты бір тоқтатып, сол кезде үлкен бір 7-8 соғып салды ғана бір ана шабандоздар, ұрылар. Сөйтіп бір тоқтап еді. Оның арасында 2-3 сотталды. 3 сотталып, лидерлардың бәрін шығарып жіберді ол кезде де. Біреу үшін қаматта, білмеймін ғой, несін алып шығарды, аяды ма аналардың, жаңағы түрмеге сыймады ма, жаңағы Главарлар. Главарлары. Бізде негізі главарлар қамалып көріп отырсыздар ғой, миллиард ұрлағандар условныйға шығады да, жаңағы бір қой ұрлағанды домашний арестке береді, көріп отырмын. Біз бұны талап етеміз арман қарап. Сіздердің мынау жанайқайларыңызды жеткіземіз. Осы жаңағы елу шақты шаруа мынау Отырардан ауданынан, осы Сауран ауданының арасындағы жаңағы мал шаруашылығымен айналысып отқан фермерлер дейміз ба, шаруашылыққа үлес қосып отқан шаруалар. Жанайқайларыңызды жеткіземіз, хабардар етеміз. Жаңағы сіздердің жаңағы нелеріңізбен біз өтініштен арыз жазып президент аппаратына, үкіметке, бас прокуратураға, соттың мына жоғарғы соттың төрағасына жазып тастаймыз. Бұл ешқандай неге жатпайды, домашний арестке жіберу соттың енді мен ойлаймын ақымақтығы болу керек деп ойлаймын. Бұл менің жеке өзімнің пікірім. Немесе халықты қаңғақсатып отқан ұрыларды үйіне жіберу. Ол арман қарап олар ертең тағы да содан құтылу үшін қаражат, жаңағы адвокаты бар, басқасы бар, соның қаражатын жинасын деп жіберді ма, оны түсінбей жатыр енді. Рахмет. Келгендеріңізге. Бір осы жыл емес қой, біз мына полиция қызметкерлеріне қазір 5 жылдай болды. Полиция қызметкерлері біз таниды қазір барсаңыздар. Мына Сауран ауданының полициялары таниды. Өйткені қанша жыл барып, біз осы немізді, арызымызды өткізе алмадық та. Алмай ма сонда? Арқамызға қалып үйтет бүйтет, осы даже әкімге барып, әкімнің замы айтқан кезде де біз жазбай қайттық қой. Осы кім айтшы? 23-те ұрлық болған. Мынау 22 бас Талғаттың несін ұрлап ұсталды ғой, клиника. Сол кезде барған кезде біз арыз жазуға, ой болды қоятымдар деді, мойындатып аламыз, бірінші мойындасын, арыз жазуға асықпаңдар деп сөйтіп шығарып салды. 2 мәрте бардық па? Топталып 2 мәрте, 3 мәрте бардық. Сол болмағасын лаж жоқ, өзімізге отырмыз ғой. Екеуінде де сөйтіп арыз жазылмаған. Мұны полиция, например, ұрыға арыз жазба дейді. Ол арызды жазбау өзінің пікірі, ол бірақ енді өзінің құқығы, бірақ полиция арыз жазба деп ақыл кеңес беріп отыр. Жазбағанда қатырамыз, барамыз, мен ойлаймын енді. Бірақ қатты ма сол қатырамыз деген полицейлердің айтуы? Сол қатып қалды ғой. Қатып қалды. Қатып қалды. Может, полицейлер бірге шығар? Одан мүмкін енді. Көзбен көріп, қолына ұстамағасын білмейміз ғой енді. Бірақ күдігіміз де бар. Осы мына жігіттерді айтсақ, мысалы ауыл адамдарына айтсаң, бұл емес тек ауылда да бар адамдар 3-4 малдан жоғалтқан. Бәрі ой қойшы қолын сілтейді мысалы айтсақ. Полицияны тауып береді дейсің ба? Күдер үзген дейсіз ғой? Күдер үзген. Жаңағыда ғой, қолмен ұстап беріп тұр енді. Енді дәлел бар, мал сойылып жатыр. Енді соны шығарып жіберіп отқасын енді кім манады? Осындай тірлікке. Сондай тірліктер көп қой енді. Сосын лажымыздың жоғынан жан-жақаттан хабарласып, өзіңізге келіп жәрдем сұрап отқан жағдай. Бұл сіздердің жанайқайларын жеткіземіз, ақпаратпен жеткіземіз. Жаңа өтінішпен жазамыз, өтінішпен. Енді жұмыс істетеміз. Өйткені оларға миллиардтап қаржы бөліп отыр. Осындай нәрсенің алдын алу туралы, басқа туралы оперативный жұмыстары бар. Егер енді ұрылармен бірігіп кетпесе, жұмыс істейтін болу керек. Енді әлеге ауылда мен ойлаймын, бір 20 үй бар. Мен полиция қызметкерлеріне айттым. Бір 20 үйдің ішінен адам бар обязательно. Ол наводка береді ғой бір. Мен айтамын да жаңағы полиция қызметкерлеріне, сол 20 үйдің адамдармен жеке-жеке бір сөйлесіп шықшы. Ең болмағанда, кім не істеп жатыр, кім қалай күн көріп жатыр, үй салып жатыр ма, үй салып жатқан жоқ па, мысалы, белгілі ғой. Содан сендер психологсыңдар, сендер мамансыңдар. Содан бір шегір шығып, 5 адам қалса, 5 адамға прослушай қой қазір. Не бір жағдай, бәрін айтып беріп тұрмын ғой. Анау начальник бөлім бастығына кірдік. Сөйтсем айтады, жаңа полиция несінің бастығы. Кім еді аты? Алма. Сауран полицияның.
бізге өзі айтты сол полиция жарты тірлікті бітіріп қойсыңдар ғой деді. Жарты тірлікті бітіріп қойды. Енді жарты тірлікті біз бітірсек енді жарты тірлікті ол бітіре алмай ма не? Мен соны түсінбеймін. Сіздер енді сол ауылда 20 үй бар деп жатсыздар қазір. Иә, 20 үй бар. Сол жерде примерно күдіктенетін адам бар ма? Милицияны да сұрайды, полицияны да сұрайтын сол. Енді біз кімді айта аламыз мысалға? Біз ертең оны мынау деп айтсақ, біз өзімізге келетін қыпшақ, онсыз да қыпшақ бола жалдадық енді. Енді ол жерде марқасын белгіленді. Мен де ауылда тұрдым, бала кезімізде мына Балтакөлде тұрдық қой. Ұрылар бар тұғын, білетінбіз, мынаның бала, мынау ұры, мына үй ұры деп айтатын. Аулақ жүріңдер, мынамен баласымен ойнама дейтін. Ондай адамды біз бүгінгі күні қазақтар шатасып жатыр ма? Тұсау кестіреміз ұрыға. Бата сұраймыз ұрыдан, көкпарларға ап келіп. Ол ұры арсыз болғасын, шынымен достижениеге жеткен екен де батасын да береді, тұсауын да кезеді. Сол сияқты ақша тапқызбыз. Иә. Ата салады. Рас қой. Одан жебену керек қой. Дұрыс қой, дұрыс енді қазір заман өзгеріп кетті ма, біз түсінбедік. Қазір кім айтып ұрылардың заманы отыр ма? Түсінбей қалдық қой. Осы қазір айтып мен ол жерге барғаныма 16 жыл көшіп бармын, қазір 10 жыл болып қалды. Барғаннан кейін кішкене 3-4 жылдай тыныш болды, 3-4 жылдан кейін басталды ғой осы бәле. Жылда кетеді. Бір жылдары бірдей 6 баспағым кетті. Бірдей. Енді жылда кетеді. Енді ішпей жемей әкем соның бетіне қарап отырғасын. Иә. Ана шағылдар жиып теріп отырасың, біреу алады да кетеді. Оны қарайтын жаңағы құзырлардың түрі мынау бүгінгі күні. Біз енді мен өз басым ойлаймын, қараудай қараймын енді мен бар ғой. Малдың басында жүремін, постоянно тоғайда жүремін. Енді мына кісі солай мысалы. Мынау кімді осы жерде отырған бәрі күнде бір барып пайда дейді малдың басына. Жалпы рация алу керек қой, негізі рация анандай бір 25 километрлік расстояние ұстайтын или дрон алу керек. Енді ауылдың енді білмеймін енді. Ауылда өзі мен келгенде әжептәуір адам барса жылдан жылға тұрып қалмай қалады. Енді қайтеді? Жиған терге ұрап кетіп жатса. Камера. Мына ағайындар, андай іздері бар нарада. Мына бір машине мына жерге енді кеп тұр. Кете былай. Мынамен кеп тоқтаған. Не әкеткен нарадан? Кете. Кет. Құр былай. Мына жердің бәрі қан даласын шығарыпты. Енді былай кіріп келатыр міне. Ердің бәрі із. Арада бір нәрсені сойған ау жүр. Мәшине кепті. Мынаны көрейікші мынау. Осының боғы ма жоқ, ненің боғы? Бұл қатты боқ. Не болған арада? Bir нәрсе сойылған ғой нарада. 25 mi 26 mı? 26. 26'sı. Lan niye bir нәрсе көміп тұр ана қапма бір нәрсе жатыр арада. Мына ше қанақта тастаған. Сиыр ғой, сиыр. О, Жәнібектің үйі. Мынау Мұхтар көкенің үйі. Сол екі ортада ашықта міне мынандай жағдай болыпты. 26 күні. О, мен Иван тұрған жерге машина қойған, сәл былайырақ па. Мына жау адамдардың іздері жатыр. Әнеки. Міне ағайындар осындай болыпты. Бүгін болған нәрсе, бүгін түнде болған нәрсе. Тиесін, несін көрсетпей көміп кеткен ма, әкетіп қалмай тиесімен әкетіп қойған ау. Мінеки. Баса берген мысалы, ізіне алмасын.